Жұртты басындырмаймын десеңіз, басыңызды тік ұстап жүріңіз. Адам ақша табу үшін денсаулығын құртады. Ауруынан қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Бүгінгі күннің рахатын сезінбей, болашағын аңсайды. Ақыр соңында бүгінмен де, ертеңмен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей күн кешеді. Сөйтіп жүріп, өмірдің ләззатын алмай, мына өмірмен қош айтысады. Бүкіл әлемнің саған қарсы екенін білсең де, ұшақтың желге қарсы ұшатынын ұмытпа. Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақта айтыңыз. Өткенді қозғауға болмайды. Басқалардың ойына кіріп шықпаған нәрсені сен бүгін жаса. Сізді ренжітіп, қапа қылғандарға әлі де сәлем беріп жүрген болсаңыз, онда қуаныңыз. Сіз нағыз биік адамсыз. Біреуге жала жауып, тас лақтырамын деп әуреленбеңіз. Бәрібір оған лақтырған тасыңыздың кірі өз қолыңызда қалып қояды. Әдемі сөйлегенге сенбе. Оның сөздерінде үнемі жалған бар. Үнсіз ғана айналасына жақсылық жасағандарға сенім білдір. Дұшпаныңнан жасырған сырыңды досыңа да айтпа. Өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Достық та дәл солай. Ақымақ әйел күйеуін көзден таса қылмайды. Ақылды әйел күйеуін жетектеумен болар, ал дана әйел күйеуін еркіне жіберер. Қиындыққа тап болған адамға ақыл айтқаннан гөрі оны қолдайтын қол ұшы, жан сырын тыңдауға құлақ, қайғысын түсінетін жүрек керек. Бізде екі жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өміріміз бен тағдырымыздың иесі болу. Кешірім сұрау өз қатесін мойындады деген сөз емес. Ол үшін өркөкіректіктен гөрі ара қатынас маңызды деген сөз. Біреуге кектену мен ренжу у ішкенмен тең. Қуаныш математика секілді. Оны бөліскен сайын көбейе түседі. Бізге дұрыс шешім қабылдау тәжірибемен келеді. Тәжірибе қателіктен алынады. Өмірде қателіктен қорықпаңыз. Бастысы әрбір қатеден сабақ алыңыз. Еркіндік дегеніміз сізден ешкім тартып ала алмайтын нәрсе. Мені біреу келіп бақытты етеді десеңіз, қатты қателесесіз. Әр адам бақытқа өзі талпынуы керек. Кешірімді болыңыз. Мықтылар үнемі кешіре біледі. Әлсіздер ешқашан кешірмейді. Өз өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келмейтін адамға ешкімде, ештеңеде көмектесе алмайды. Өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Өзің жайлы төмен ойда болу сыпайылық емес. Қайта өзіңді өзің құрту. Өзіңіз жайлы ешқашан ешкімге жаман сөз айтпаңыз. Аллаға деген сеніміңіз бен сүйіспеншілігіңіз бар жерде өміріңіз жақсы жаққа өзгереді. Ашулы кезде жауап беруден, қуанышты сәтте уәде беруден сақ бол. Айналаңның бәрі сұлулыққа толы. Тек оны адамдардың бәрі байқай бермейді. Жалғыз қалғанда ойыңызға, отбасыңыз арасында, мінезіңізге, таныстар арасында тіліңізге ие болыңыз. Шешілмейтін мәселе болмайды. Шешім әрқашан табылады. Бастысы оны барлық жан тәніңмен қаласаң болғаны. Бір тасқа екінші рет шалынба. Бірінші рет шалынған соң оны жолыңнан алып таста. Шешімі табылатын мәселені уайымдаудың қажеті жоқ. Ал шешімі табылмаса, уайымдағаннан пайда жоқ. Батырлық өміріңді қысқартпайды. Қорқақтық ғұмырыңды ұзартпайды. Сараңдық ырзығыңды көбейтпейді.
жомарттық несібеңді кемітпейді. Жол іздемегендерге жол көрсетілуі екі талай. Қимылдаңыз, тағдыр есіктері ашылады. Аспандағы жұлдызды қараңғы түн көрсетер. Нағыз досты қиын қыстау күн көрсетер. Құлағыңыз, тіліңіз, көзіңіз бүтін болу үшін керең, соқыр, мылқау болуыңыз керек. Неке талға ұқсайды. Оның шыдамдылығы жарқыраған күндерде емес, боранды түндерде байқалады. Өткенге өкінбеңіз, бәрібір ол қайтып келмейді. Жан дүниенің сұлулығымен ешқандай сұлулық теңесе алмайды. Үнсіздік барлық жамандықтың алдын алып, даналыққа жетелейді. Көңіліңді түсірме. Себебі рухы сынған адам ажалынан бұрын кетеді. Жақсы жаман күндеріңнің бәрін бағала. Себебі олар енді қайтып келмейді. Кек алып қайтесіз. Кешіріңіз, ұмытыңыз. Өмір өзі-ақ бәрін өз орнына қояды. Құрағаннан гөрі бұзған, кешіргеннен гөрі ренжіткен, сенгеннен гөрі өтірік айта салған, жақсы көргеннен гөрі мән бермеген үнемі жеңіл көрінеді. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы тиіс, ал сүйген әйелің бақытты болуы тиіс. Олай болмаса, қолыңнан келмейтін нәрсені бастама. Бұл өмірдің қожайын емес, қонағы секілді өмір сүр. Кейде оңаша қалып өзіңізді тыңдап көріңіз. Сізді сүйетін орта өміріңізді мағыналы өткізуге көмектеседі. Екі адам бір терезеден екі түрлі нәрсе көріпті. Бірі жаңбыр мен кірді, ал екіншісі көктем мен сұлулықты, көк аспан мен жылулықты. Ұмытпаңыз, сіздің қалаған нәрсеңіз әрдайым қажет бола бермейді. Егер алдыңызда тұрған мәселе шешілетін болса, сары уайымға салынбаңыз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жету мүмкін емес. Жеңілістерден қорықпаңыз. Жеңілсеңіз де жинаған тәжірибеңізден айырылып қалмайсыз. Есіңізде болсын, кейде үнсіздік ең дұрыс жауап бола алады. Біліміңізбен бөлісіңіз. Бұл өлместікке жетудің бір жолы. Кейде адамдығыңды сақтап қалу үшін қатты қалаған нәрсеңнен бас тартуыңа тура келеді. Жылына бір рет әлі барып көрмеген жаңа жерлерге барып көріңіз. Егер сіздің өзгеге деген ашу мен ызаңыз, қызғаныш пен ренішіңіз болса, біліп қойыңыз, оның зиянын тек өзіңіз ғана көресіз. Сені ешкім ренжітпесін десең, өзің де ешкімді ренжітпе, әрі ешкімге ренжіме. Адам екі нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда біледі: жастық шақ пен денсаулық. Балаңды тәрбиелемей-ақ қой, өзіңді тәрбиеле. Ол бәрібір сенен көргенін істейді. Ештеңеден қорықпай баста. Жолға шық. Әрі қарай жол сені өзі жетелейді. Тірнектеп жүріп іс қылған жарлыны жарлы демеңіз. Жарлы байға тең келіп, шайлауға көшпес демеңіз. Сөз кілт секілді. Ретін тауып, кез келген жүректің құлпын ашуға және кез келген ауызды жабуға болады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.